Бұл аурухана белгілі бір себептермен 15 жыл бұрын жабылған. Емделушілер де бірінен соң бірі өмірден өткен. Сіз мұның себебін анықтауға арнайы зерттеу жүргізілді дейтін шығарсыз? Жоқ. Орталықты не үшін жапқанын ешкім де білмейді. Сұп-сұр қабырғалар, сынық терезелер және өз орнында қалған аппараттар. Ішіне кірем десеңіз, күндіз барыңыз. Себебі бұл уақытта күн ерекше жарық болады. Бірақ көптеген бұрыштары көлеңкеде қалған. Ғимарат ішінде ұзын дәліз, көзге түртсе көргінсіз қараңғыда жалтыраған сынық әйнек бөлшектері жатыр. Бөлмеден бөлмеге өткен сайын сіз ескі кітап пен ойыншықтарды таба аласыз. Шимайланған суреттер де 15 жыл бұрынғы емдеушілердің салғандары. Кейбір кабинеттерде құтты бір дәрігер жаңа ғана іліп кеткендей аппақ халаттар бар. Бір жерлерде емделушілер қорғанса болғаны керек деген белгілер жатыр. Ешқандай себеп жоқ. Не де болса кірген адам бұл жерден аман шықпайтынына қуанса керек.